Ақтөбеде атышулы Гарант 24 ломбард қаржы пирамидасына қатысты сотталғандар аштық жариялады. Бірер күнде жазасын өтеу үшін түрмеге жіберілетін 33 адам істі қайта қарауды талап етуде. Олардың талабын тергеу абақтысының алдына жиналған жақындары жеткізді. Мен күйеуім 11 жылға сотталып кетті, Елеуов Нұржан. Ешқандай доказ етілген жоқ. Доказание ешқандай ештеңе жоқ. Қаншама миллиард мойындарына ис қылып іліп қойды. Ешқандай доказаны жоқ. Олар неге кінәлі болса, олар голодовкеге отырмас еді. 48 адам қаржы пирамидасын құрғаны үшін сотталған болатын. Олардың алды 7 жылдан 18 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Бір ай бұрын сотталушылар облыстық сот алқасына апелляциялық шағым түсіргенімен алғашқы үкім өзгеріссіз қалды. Енді бірер күнде әрбірі өзінің тұрғылықты жеріндегі түрмелерге жөнелтіледі. Айта кетейік, 4 бірдей қаржы пирамидасының кесірінен ел бойынша 17 мың адам сан соғып қалғанды. Олар ақшаларын еселеп аламыз деп дүние мүліктерін, астындағы көліктеріне дейін қаржы ұйымына салып жіберген. Жалпы шығын 30 миллиард теңге. Қазір аштық жариялаған сотталушылар мен прокурорлар келіссөз жүргізіп жатыр. 33 адамның бірнешеуі райынан қайтыпты. На сегодняшний день 4 из них. Бүгінгі күні 4 адам аштық жариялауды тоқтатып, ас қабылдап жатыр. Қалған 29 адамды медициналық қызметкерлеріміз күні-түні бақылап отыр. Олардың мекеме әкімшілігі тарапына іштегі жағдай мен тәртіпке қатысты тағар міні жоқ.